Selam barlıqlarınıza, bu sabahta Code Forces Round 946 Div 3 kontestinin eseplerini çıqaramız. Osuna esepler bolğan. Birinci A esebi рабочий стол телефона деген esep. У маленькой Рози на телефоне есть рабочий стол или лаунчер, как его еще называют. Рабочий стол может состоять из нескольких экранов. Каждый экран представлен в виде сетки размером 5 на 3, то есть 5 строк и 3 столбца. Есть X-приложение с иконкой размером 1 на 1. Такая иконка занимает всего одну ячейку экрана. Также у есть Y-приложение с иконкой размером 2 на 2 ячейки. Такая иконка занимает на экране квадрат из 4 ячеек. Каждая ячейка каждого экрана может быть занята не более чем одной иконкой. Рози хочет расположить иконки приложений на минимальном количестве экранов. Помогите ей найти такое количество экранов. На салдарға қарайық. Решение для первого примера может выглядеть следующим образом. На 5-ке 3 болады екен телефонның экраны. Екі түрлі значок болады екен приложение программада. 2-2 квадрат болады екен. 4 орынды 4 көзді алатын программа. Немесе 1-1 4 көзді алатын программаның иконкасы болады екен. Значогы болады. Мына жерде 1 деп тұр. Оған 2-1 дана 2-2 программаның значогы және 1 дана 1-1 программаның значогы болса, бір экран жеткілікті болады екен. Мына жерде 15 тор көз бар. 5 көбейтілген 3. Ал мына жерге жоғарыға орналастыруға да болатын еді. Қалай орналастырсақ та да 1-2 мен 1-1 мына жерге сияды екен. Енді үшінші мысалға қарайық. 12-ге 4 болса дейді. 12-ге 4. 4-еу, мына жерде 4-еу болу үшін 2-еу қажет болады екен. Өйткені мына 2-2-ні 2-еуден артық орналастыра алмайды екенбіз. Сызып көрейік. Бұлай орналастыруға болады. Біреуін. Екіншісін бұлай орналастырамыз. Енді оны төмен қарай шықсақ та, осылай жоғарыда тұрса да айырмасы жоқ. Мына баған бойынша тағы біреуін орналастыру мүмкін емес. Жолдар бойынша. Мына жағына да біреуден артық орналастыру мүмкін емес екен. Екеуден артық сонда орналастыра алмаймыз. Бір экранға 2-2 программаның тек 2-еуін ғана орналастыра алады екенбіз. Енді 4-еуге 2 экран қажет болады. Мысалға 2-2 программа біреу болса, осындайдан бір бар болса, бір программа бар болса, сондай бір значок дей салайын. Бір значок бар болса, онда бір экран жеткілікті болады екен. Экран. Енді 2-2-ден 2 болса қалай болады? 2 значок бар болса. Онда оған да бір экран жеткілікті болады. 3 болса 2-2-ден.
3 dana bolsa, onda 2 ekran kajet boladi. 2 bir ekranга ornalaştıramiz, üçüncüsüne tagы bir ekran kajet boladi eкен. 4 bolsa da solay. 2 значок, 4 dana bolsa, solay 2 ekran kajet boladi eкен. Endi 5 bolsa 3 ekran solay. Sonda 2'ge bölgen кезде bir kaldı kalatın bolsa, bir arttırуу керек жавапты, kaldı kalmaytын bolsa sol kүйүндө kalат. Ol üçün jogarıga karay döngelektegi var, bütün bölü. Bizde n degen san berilsin. Ans 2 kay harften belgilenmedi, sonu gerek. Y ben belgilenedi eкен. Y ben belgilenedi. Y 2'ge jogarıga karay döngelekte bütün bölü üçün 2'ni kosup, bir de azaytıp 2'ge bütün bölü kajet. Sonda ışamlap jibersek Y kosulgan bir bölüngen 2. Jogarıga karay bütün bölü üçün bulay bolot. Matematikada жазылуу bulay. Endi on Python tilinde жазатын bolsak, sonda alımına bölümün kosup, bir de azaytıp na kosu. Alımına bölümün kosamız, bir de azaytamız, bütün bölümümüz bölümünü. Osonday formula boladi eкен. Endi anyktap aldık. 2'ge 2 kança kajet eкен. 2'ge 2 berilgenine karay kança ekran kajet ekenini anyktap aldık. Endi bu jerde 1'ge 1'lerde bar ya. Sonda bizge misalga 2 kajet bolsa, bu jerde barlığı 15'ten 30 torköz var ya. Oğan biz 4 köbeytilgen 4 16 yaçeka torköz bos emes endi. Bostары kança sonu anyktawımız gerek. 30'dan azaytıp jiberemiz 16'dan. Sonda 14 torköz kalады. 1 2 3 4 5 6 7 mına jakta da 7 14 boldu. Onu kalay anyktaymiz. Sonda 15 köbeytilgen. 15 degenimiz 3 köbeytүү 5 köbeytilgen ans. Bul kalgandары. Eger sol kalgandarынан azaytıp jiberүүbüz gerek. Bul barlığından azaytıp jiberүү gerek. Neşe var bizde? Y köbeytilgen 4 boladi ya. Y köbeytilgen 4 boladi eкен. Y 4'ke köbeytemiz. 2'ge 2 kvadrat mına 4'ke köbeytip jiberemiz. Sonda bul kaldık boldu. Barlık torközlerden azaytıp jiberdik. 2'ge 2 neşe var? Sonu kança torköz bos bolmaydı, sonu azaytıp jiberdik. Endi qarayık. Eger kalganı x köbeytүү 1'den үлкен немесе тең болsa жауапты солай чыгара саламыз. Кіші болып қалса не істеу керек? Кіші болса не істейміз? Жеткілікті болмай қалады кіші болатын болса. Мына қалғаны бірлік торкөздерді, бірлік значоктарды, бірге бір значоктарды орналастыруға жетпейтін болса, онда не істеу керек? Соны қарастыруымыз қажет болады екен. Онда жауапқа тағы да қосамыз. Қанша жетпей тұр, соны соған қарауымыз керек. Бұл жерде енді ол жетпей тұрған мысалға біреу жетпесе де тағы біреуін қосу қажет. Қанша жетпеуін анықтау үшін енді бүтін бөлу қажет болады мына жерде. Мына екеуінің айырмасы x
үлкен болып тұр мына жерде. X үлкен болғандықтан қанша жетпей тұр? Соны енді 15-ке бүтін бөлу қажет. Бүтін бөлген кезде жоғарыға қарай мына сияқты дөңгелектеу қажет болады екен. 15-ті қосамыз. Бір экранда 15 тор көз бар бізде, сондықтан 15-ті қосамыз. Бірді азайтамыз. Айттық қой, алымына бөлімін қосып, бірді азайтамыз деп. Бірді азайтамыз. Сосын 15-ге бөліп жібереміз. Енді жауап шығарамыз. Print answer. Сол айтылғандарды енді программасын жазып шығайық. Бізге басында тесттер саны беріледі. Тең input for I in range. X сан беріледі екен, X пен Y. A bu деп жаза салсам да болады. A bu тең X санды оқып алдық, енді жауапты анықтау қажет. B плюс 2 азайту 1, B плюс 1 болады. Бөлінген 2, жоғарыға қарай бүтін бөлу. Жоғарыға қарай дөңгелекте бүтін бөлу. Бүтін сан шықпайтын болса, мысалға 2,5 болатын болса, оны 3-ке дейін дөңгелектеп жібереді екен. Бірді қосқанның есебінен. Енді мына жерде қанша қалып жатыр, одан соны анықтап алайық. 15 көбейтілген. 15 деген 3 көбейту 5 болды. 15 көбейтілген анс. Нешеу қажет? Экран. Анс дегеніміз жауап. Қанша экран қажет? Соны көбейттік. Енді одан азайтып жібереміз. Бұл көбейтілген 4. 4 деген 2 көбейту 2. 4 тор көзден нешеуін алып тастаймыз, соны жазайық. Енді қалғаны ана бірлік программаларды бірге бір өлшемді значоктарды орналастыруға жеткілікті болуы да мүмкін, жетпей қалуы да мүмкін. Егер жетпей қалса не істейміз? Жетпей қалу үшін қалдық аз болу қажет. А көбейтілген бірден. Бірге көбейту деп жазып қоя берейін. Жазбасам да болады негізі. Анық көрініп тұрсын. Өлшемі бірге бір тор көзден тұратын көрініп тұрсын анық деп жазып қойдым. Мына кіші болатын болса, онда жауапқа тағы да қосамыз. Жауапқа қосамыз. Қалған қалдық аз болып тұр. Қанша жетпей тұр, соны жазамыз. Бізге қажетін жаздым А деп, бізде қалған бары, соны азайттық, жетпей тұрғаны болады сонда. Оны 15-ке жоғарыға қарай дөңгелектеп бөлу қажет, бүтін бөлу қажет. Қосылған 15, азайту 1 деп жазам. Бүтін бөлу 15. Бұл сонымен жауапты шығару керек болады. Print answer. Тексеріп көрейік. Bir, 2, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 5. Дұрыс сияқты тексеруге жібереміз. Полное решение на есеп шықты. Сау болыңыздар.